Армысың Алталаш, Асқар Бахадыр, ұлтша нашыры. Бүгін 7 мамыр, қорғаушылар күні. Қазақстанның Алматы шаһары. Міне, Арбаттың бойындағы Магнум Атак деген үлкен дүкен желісіне келіп тұрмын. Қазір ішке кіріп сіздермен қазақтың тура жетісінде осы сәуір айының мен Қарағандыда Магнум желісіне бойкот жариялаған болатынбыз. Міне бір ай болды. Қазір көретін боламыз. Сол бойкотымыз қазақ халқына, қазақ қасиетті тіліне шабуыл жасаған Магнум Атак деп жазып қойыпты әне. Қараңыздар. Магнум Атак деген орыстың осындай сұрқия саясатпен атака жасаған, қазақ тіліне атака жасаған оңбаған желісіне қазақтар барып жатыр ма, жоқ па, соны көретін боламыз. Алға кеттік, қазақтар. Бірақ біз дес бермейміз, біз осы ұстанымда қаламыз деп ойлаймын. Еш аяушылық жоқ. Қазақ тіліне шабуыл жасаған бұл қанды қол қарақшылар жазалану керек. Бірақ мінекей бір ай өтті. Ешқандай кешірім жоқ, ешқандай мысалға ақпарат естімедік. Бұлардың басшылары да тығылып қалды. Сондықтан да қазір көретін боламыз. Бұл немене? Не болып жатыр? Магнум әр жағында болса керек. Қыздар, Магнум қай жерде? Төменде ма? Магнум төменде. Магнум супер дейді. Ой-бай-ой. Қолға тексеретін боламыз. Ардақтар келіп жатыр. Міне арт жағымызда тұр. Ой-бай, қош келдіңіздер деп қазақша жазып қойыпты. Көрейік. Бітті Магнум ғой өзі. Аса үлкен емес. Міне қазақтар қалай ұстайды екен, өзінің тілін қалай қорғайды екен, соны көретін боламыз. Саламатсыз ба? Осы жерде жұмыс жасайсыз ба? Білейін деп едім, мен ұлтша нашырмын, Асқар Бахадыр. Мына жерде білесіз ғой, бір ай бұрын, тура бір ай бұрын қазақтың жігітін шығарып тастады, қазақша сөйледім деп. Тура осы жерден білесіз ба? Жоқ, Магнум желісіне жалпы. Мен сол себепті Қарағанды қаласында екі Магнумға Магнум Атак деп жазып қойыпсыздар ғой. Магнум Атакқа атака жасадым мен. Қазақ тіліне сендер неге тиісесіңдер? Осы жердің сайын даласында қазақтың сонда не? Қазақ сөйлемеу керек па? Заттарын жинап кетіндер деген сөз бе? Сонда Магнумның атынан. Содан мен екі Магнумға жапқызғам. Енді Магнум жалпы. Сіздерде қысым бар ма? Соны сұрайын деп тұрмын. Жарқынай ғой, есіміз. Міне түсінікті ғой. Біз енді ұлтша нашыр болғанса, сіздердің мүдделеріңізді қорғаймыз ғой.
Өйткені самаша білесіздер, жоғарыдағы Тоқаев Назарбаев ешқашан да сіздердің мүдделеріңізді қорғамайды. Олар сол ұрлап әлек, мұнайды, газды, алтынды, соның ішінде осы Магнумда бар, құдай біледі, соның құлақтары қылтиып тұр ар жағында Назарбаев мысалға. Мен өзім ойлаймын. Өйткені біз білеміз, ұлтжан ашыр болғансыз. Сондықтан жай сұрап жатқаным ғой, Жарқынай. Сіздерге қысым жоқ па, сөйлеп жатсыздар ма қазақша? Біздерде ешқандай қысым жоқ. Біздің тілде қазақ. Керісінше қазақша еркін сөйлейміз, қазақша сөйлесеміз. Жұмыстарыңыз қалай, жалақыларыңыз аласыз ба уақытылы? Иә, уақытында жауап береді. Тамақтарыңызды ішесіздер ме? Біреулерден мен сұрадым алдында. Уақыт аз береді тамаққа, 1-20 минутта жылдам тамақ ішіп ал деп айтады. Ондай жоқ. Одан кейін 10 сағаттан жұмыс жеткізеді дейді. Жоқ қандай? Әркім өз уақытымен жұмыс істейді, әркім өзінің уақытында әдетке барады. Еңбек кодексін бұзбайды деңіз. Бәрі жақсы мен істеп жатқан жерде уже 7 жыл болды. Онда ешқандай не болған жоқ. Егер болса, мен бұл жерде былай істеймін дедім. Ақшаларыңызды алып жатсыздар. Жақсы. Енді біз білуге міндеттіміз, түсінші Жарқынай. Өйткені біз қазақтың мына ұлттың болашағын, ұлттың сіздердің құқықтарыңызды қорғап жатырмыз. Біз жүрмесек, онда ешкім де жүрмейді деген сөз міне. Қазақ тіліміз тапталып кете берсе, онда біз не боламыз онда? Солай емес пе? Бізге 7-ші бапта көрсетілгендей, ата заңымызда бірінші орынға қазақ тілімізді қоюымыз керек бітті. Міне менің өз ойым, ана 2-ші тармақтың 5 теңге керегі жоқ бізге. Орыс тілі бір жерде қолданады деп, анау сауатсыздық танытып, Назарбаев соны істеп қойған ғой негізінде. Ол болмағанда біздің орыстар да, басқа ұлттар да баяғы үйреніп кететін еді қазақша негізінде. Мынау жақсы елбасы болғанда бізде, білімді. Өзбектер 3 жыл берді ғой. Бәрі сайрап жүр, мен тамаша. Ешқандай ұлтараздық жоқ. Бір тіл бар, өзбек тілі бітті. Ешқандай қосымша тіл жоқ. Рахмет, Жарқынай. Иә, рахмет. Иә, рахмет. Жақсы, жарайды. Аман бол. Міне Жарқынай осындай азаматша 7 жыл істеп жүр екен. Мына Магнум желісінде ешқандай нем жоқ дейді. Мынау жұмысыма тіліме кедергі болған жоқ дейді. Еркін сөйлеп жүрмін дейді қазақ тілінде. Ол өте жақсы. Әрине. Мінекей. Қазір мына кісімен сөйлесетін боламын. Саламатсыз ба? Қарындас? Ал қарындас. Мына жерде құрмет осы жерде бола ма? Саламатсыздар ма? Қазақсыздар ма? Тоймен аласың ба енді? Магнум желісіне бойкот жарияланғанын білесіздер ме? Ровно тура бір ай бұрын. Қазақты шығарып тастаған үшін. Жұмыстан қазақша сөйледім деп. Естідіңіз бе ондай? Алло. Қарындас? Естіген жоқсыздар ма? Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қалдарыңыз қалай? Магнум желісінде жұмыс жасайсыз ғой? Магнум желісінде жұмыс жасайсыз ғой? Неде? Магнум желісінде жұмыс жасайсыз ғой? Иә, мен компанияның атынан келдім. Басқа компания, не? Жақсы. Былай естідіңіз бе? Бір ай болды. Тура бір ай болды міне. Магнум желісі қазақтың жігітін қазақша сөйлейтін деп шығарып тастапты жұмыстан. Мемлекеттік тілде рұқсат бермей. Сол үшін біз бәріміз көтерілгенбіз. Менің есімім Асқар Арғын Бақадыр. Мен ұлтжан ашырмын. Қазір енді қазақ бойкот жариялап, Магнумға тимей қойды. Сіз білесіз ғой оны? Иә, оның темасы жабылып кетті ғой аға. Жоқ, ол неге жабылады? Олар кешірімде сұраған жоқ. Өтемақы да төлеген жоқ мысалға. Кешірім сұрады деп жатыр еді ғой. Магнум. Жоқ, ол 2 бала ғой, екі бала. Ол сылтау де, 2 бала. Бір-бірімен татуласты деген. А негізінде олар қазақ тіліне тиісті ғой, көрдің ба? Қазақ халқына тиісті. Қазақтың мынау егемендігіне былайша айтқанда нұқсан келтірді. Көрдіңіз ба? Сондықтан ол тоқтаған жоқ, ешқашан да тоқтамайды.
Өйткені біз қазақ, иә, біз кеңпейлі халықпыз, иә, біз осындай. Бірақ біздің тілімізге тиіскен адамды, мына елімізге тиіскен адамды біз аямаймыз, оңдырмаймыз. Міне. Бұлар ақпаратта ешқандай кешірім сұраған жоқ. Я білмеймін. Біздің белсенді азамат Мұрат Шұрманов мысалға 10 миллион төлеп берсін деген ана екі жүгірмекке. Мен айтып жатырмын, ол 10 миллион емес, негізінде бұлар 100 миллионды қазақ халқына төлеп беру керек. Мынандай өрескел заң бұзушылық істеген үшін, 7-ші бапта бұзған үшін қазақтың сайын даласында қазақша сөйлемейсің деген. Ол масқара ғой, енді өзің ойлашы, сен қазақтың қызысың ғой, сол емес пе? Сондықтан да сендерде ойлаймын, мынау жүректерің ауырады қазақтың халық үшін, ел үшін, тіл үшін, сол емес пе? Біз мысалға қазақтың ұлтшылдары өте ашулы болдық. Міне. Қалай сонда мен өз елімде, мен өзім тіліммен сөйлеме деп айтады. Сонда заттарын жина да кет деген сөз ғой бізге. Жарайды, есім кім болады өзің? Әйгерім. Жақсы, рахмет Әйгерім. Амандықта болайық. Әрине, бұндай нәрсені тоқтатуымыз керек біз. Хорошо, аға. Сау болыңыз. Международная компания «Жигренс» правительство справочного. Мәні? Ерлан отсрочно правительство справочного. Мәні орысша айтып жатыр. Хабарландыруды. Тауарды солтырып қойған. Бірақ қазақтарым жоқ. Мен өте. Казахский батыр так ходит. Не знаю, это какой-то вам надо коня, запад. Конь же есть. Нестись, запада нет. Сабля даже есть, сабля, калаш. И это... Вот. Ой, мама, какой вы эффектный. Мушка, это у вас мушка? Муха? Да. Нет, это пчела. Пчелка? Да. Класс. Приятно. Қалыңыз қалай? Ничего. Алматыдансыз ба? Да. Жақсы ма? Да, I was born А. here in Almaty. Магнум, білесіз ба? Магнум казақтар не ходит. Всегда. За то, ходят. что обидели. Обожаю Месяц, Магнум. нет, казаки не стали ходить. Знаете об Вы этом? знаете, мне совершенно наплевать, кто Нет, обидел нет. Магнум. За то, что они выгнали человека, что казахский сказал язык. Это же неправильно. Как вы думаете? Чего вы это все слушаете? Это что Нет. вы... Это Ну, его выгнали за то, что он сказал на казахском языке. Это как он не понимаете? сказал на казахском. Так сказали. Он сказал, почему вы со мной не говорите на казахском? Он пришел к клиенту. А если бы я была англичанка? Если бы я на английском, он пришел Ну, ко мне. я приносить- английский знаю. Ну, Я с 7 вот. месяцев научился английский. А я всю жизнь с английском. А если бы он пришел и сказал, А бы, казахша ты почему со не мной, научиться? ты со мной, потому что мне не с кем было здесь казахши разговаривать. Миллионы казахов Я- рядом. Да какой миллион, я всю жизнь тут Я живу. англичан не вижу, я за Жили- 7 месяцев здесь английский жили всегда научился. одни русские, простите меня, мой Где? мальчик. В Алмате. Да ну Я просто. с 50-го года здесь, мне не с кем было. Казахов что не было? Никаких казахов, А где были простите. казахты? У меня только, они жили своей жизнью. Это Аулах, да? скотоводы, у них была То своя есть жизнь. они в городе не жили, да? Конечно, они в городах не жили. Вы ошибаетесь. Это не жили. Как Я же знаю, я в ошибаетесь? городе сам родился Здрасте. в 68 Я году. всю жизнь, у меня здесь бабушка, мама, мы все отсюда, здесь рожденные, в городе Верном. Чё ж я И не что, знаю. вы хотите У сказать, меня тут в- одни у русские меня- живут, что ли? Да, потому Нет, что не они согласен. построили город это. Неправильно. Казахи не строили Вы города. ошибаетесь. Казахи Неправильно. города Я с не вами вообще не строили. согласен. Это Города у нас 1500 это- лет назад были. Это кочевой народ. 1500 Кочевой. лет назад были города. Кочевой Зачем вы народ. так говорите? Давайте Кочевой. я вам историю скажу. Вот сейчас Зачем? Туркестан. Ехали недавно на второй Алмате. Я Кочевой снял тоже народ. отдельно. Ну, подождите. Юрта. Секундочку. У нас Секундочку. никогда юрт не 1500 лет назад у нас города и канализация была. А куда она Туркестан, щас- поедьте. Куда она сейчас делась? Куда Потом она? же разломал. Кто разломал? Как кто? Мы же Кто воины. разломал? Кто мой Война мальчик все время разломал? была. Не хочу Прекратите. с вами ругаться. Давайте, Такой всё, классный. ладно. Сейчас, подожди. Не хочу, я тоже вот плохого мнения складывается. Вы прекращайте, казахи всегда были здесь. Казахтар, зачем вы рассказываете сказки тут? Міне көрдіңіз ба? Орыс өкілінің міне осындай оңбағандық әңгімесін. Осындай сұмдық болып жатыр міне.
бұлар ешқашан да қазақ болған жоқ дейді міне. Анау Назарбаев қолдап отыр оларды, Тоқаев бар жағында. Ойбай қазақта мемлекет болған жоқ, ойбай анау ақ мынау ақ деген әңгіме ғой сол. Екі жауыз. Сондықтан да мынау орыстар да сөйтіп міне оңбағандық істеп отыр. Ойбай қазақтар міне Алматыда болған жоқ, мен 50 жылдан бері тұрамын деп көрдіңіз бе? Міне бұл оңбағандар менікі деп отыр. Былайша айтқанда міне сіздер жаңа өздеріңіз естідіңіздер міне. Сондықтан да Құдайдың қалауымен бізге қазақ тілін ары қарай мәртебесін көтеру керек. Көтеріп, одан ары қарай біз өз мемлекетімізді саламатсыз. Біз өз мемлекетімізді өзіміз қолымызға алуымыз керек. Көргеннің тістегеннің аузында, ұстағанның қолында кетіп отыр өйткені біздің еліміз. Міне. Осындай міне жаңағы пікірді қалыптастырып жатқан сол жоғарыдағы мына Тоқаев пен Назарбаев. Басқа ешкімде жоқ. Міне. Тілді де, қазақты да жығып беріп жатқан осы екі жауыз. Міне, сондықтан да мынау кемпірдің өзі, міне, осындай әңгіме айтып тұр жаңа. Иә, осымен мен бүгінгі немді аяқтаймын. Мынаның ішінде қазақтар жоқ деуге болады, міне, бірен саран, бірақ оларды мен қазақ деп санамаймын, міне, алдарыңызда тұр мысалға, міне. Қазақтар жоқ, қазақтар әрі қарай бәрін жалғастырып жатыр. Мен көңілім өте көтеріңкі, өйткені сіздер тіл үшін, ұлт үшін тұрсыздар. Сол өте қуанышты. Сіздермен болған Асқар Арғынбақадыр, қош саламатта болыңыздар. Амандықта жүздесуге жазсын. Аман болыңыздар.